Армысыздар, сіздермен мен Наргиз Бекен. Бүгін сәрсенбі, сәтті күн. Тұран университетінде кезекті іс-шара өтіп жатыр. Олай болса, іс-шараның мән-жайын бірге біліп қайтайық. Подумай, о каких целях ты мечтаешь, чего ты хочешь достигнуть, чего ты желаешь, да? Если ты не прописывал, обязательно начни прописывать. И на ближайшие 5 лет Қараша айының 8-ші жұлдызында Тұран университеті жастар комитетінің және жаңа құрылған PBS ұйымының бастауымен қыздарға арнап әйелдердің алығының құпиясы атты тренинг өткен болатын. Біз жаңадан ашылған ұйымбыз. Біздің ұйым қыздарға өз-өзіне сенуге, және қауымда өз-өзін жақсы ұстауға көмектеседі деп ойлаймыз. Осы тренингқа біз Бисимбаева Алия Маратовнаны шақырдық, себебі қыздарға өзінің тәжірибесімен бөліседі деп ойлаймыз. Тренинг өте жоғары дәрежеде өтті. Оның барысында қыздарға арнап түрлі кеңестер айтылды. 5 баланың анасы, 2 немеренің әжесі, психолог, ұстаз Алия Марат қызы өзінің өмірлік тәжірибесімен бөлісті. Бей неустанно в одну и ту же точку, и ты получишь. Причем не заморачиваясь, что это тяжело. Тренинг ориентирован на женщин, женскую аудиторию, для девушек, для нежных, неуверенных, для тех, кто ищет вопросы на многие свои ответы. То есть я делюсь секретами женской мудрости. И мой тренинг также называется «Секреты женской мудрости». Мне есть чему поделиться, у меня есть определенный опыт. Я и сама являюсь психологом, то есть на тренингах я даю некие психологические советы, психологические трюки, которые могут облегчить жизнь нашим дорогим и драгоценным, обаятельным. Шеберлік сағатында еліміздегі өте күрделі мәселелердің бірі жайлы сөз етілді. Болашақ ана сүйікті жар атағына ие болатын қыздарымызға жеке тұлға ретінде қалай қалыптасу керектігі жайлы да сөз қозғалды. И он может час посидеть и просто выложить, да, душу. Бұндай психологиялық тренингте менің ойымша біздің алға қойған мақсаттарымызды орындауға, оларға жетуге бізге үлкен көмек береді. Бүгін біз өзіңді қалай сүю керек, бақытты өмірге қалай жету керек, және көптеген жақсылықтарға, мақсаттарыңа қалай дұрыс жол таңдап, оның барлығын қалай жасау керектігін, адамдарды жақсы көректігін, барлығына басқа көзқараспен қарау керектігін үйрендік. Сіздермен болған журналистика мамандығының 1-ші курс студенті Наргиз Бекен. Жақсы күндерде жолыққанша.